Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы. Президентіміз жолдауын әртүрлі бағдарларға бөліп тастады. Бірінші бағдар – жаңа экономикалық саясат. Екінші бағдар – нақты секторды дамыту. Үшінші бағдар – ел болашағына арналған стратегиялық инвестиция. Төртінші бағдар – мемлекеттік басқару ісін қайта жаңғырту. Бесінші бағдар – заң және тәртіп. Құрметті отандастар, біз бүгін алдағы реформалардың бағыт-бағдарын айқындап алдық. Енді мемлекетімізді және қоғамның барлық саласын жаңғырта түсуге тиіспіз. Саяси реформалар күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласымен жүзеге асырылып жатыр. Бұл тұжырым қоғамымыздың мызғымас тұғыры, реформалардың мазмұны жан-жақты толға түспек. Жалпы ұлттық ынтымақты және билік пен қоғамның серіктестігін нығайта береміз. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасын ұстану аса маңызды. Біз қоғамға іріткі салуды емес, елді ізгі мақсатқа жұмылдыруды ойлауымыз керек. Әділетті Қазақстан идеясының түпкі мәні осы. Біздің алдымызда айрықша міндет тұр. Бұл еліміздің егемендігін және жеріміздің тұтастығын сақтап қалу. Елдігімізді қорғаудың ең басты жолы берекелі бірлік. Бұдан басқа жол жоқ. Ел бірлігі қашанда ең басты құндылық саналған. Қазір оның өзектілігі арта түсті. Халқымыз татулық пен тұрақтылыққа ерекше мән берген. Оны бәрінен биік қойған. Біз дәл осы кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білуіміз керек.